Саламатсыңдар ма балдар? Саламатсыз ба? Бүгінгі сабағымыз біздің қазақ тілі пәніне арналады. Сабағымызды бастамас бұрын орнымыздан тұрып, психологиялық дайындық жасаймыз. Дос болайық бәріміз, жарасып тұр әніміз, тыныштықты сақтаймыз, асыл көріп танымыз. Жарайсыңдар. Енді біз топқа бөлініп алып, ортаға шапқы шеңберін жасайық. Егер де мен бай болсам, мен қандай жақсы ізгі жұмыстар жасар едім. Өздерінің ойларымды айтып өтіндер. Егер мен бай болсам, мен дүние жүзіндегі адамдарға жақсылық жасайтын едім. Егер мен бай болсам, адамдарға аурухана салып едім. Ал егер мен бай болсам, кедейлерге халқыма көмектесемін. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Енді орнымызға отырайық. Мүшелері дейді. Енді мен сендерге сұрақ қояйын. Сөйлем дегеніміз не? Кім айтады? Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем дегеніміз ол аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемнің түрлері нешеге бөлінеді? Үшке. Сұраулы сөйлем, Лекті сөйлем, хабарлы сөйлем. Үйге берген тапсырманы оқиын. Гүлсезім, төртінші шарты бол. Алматы ғимараттар бағына келушілер тоғанда жүзіп жүрген ләйлекке қызыға қарады. Ләйлектің көк тұтанға ұқсайды. Бірақ ләйлектің қауырсыны ашық түсті болып келеді, әрі бойы да биік. Жарайсың. Бастаушы сұрақтары? Деген сұрақтарға жауап береді. Бесінші жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқы дейді. Киіз үй тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс. Көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үйдің жалпы салмағы жиһаздармен қосқанда 300-400 келіге жуық. Кереге, оқ, шаңырақ, сықырлауық киіз үйдің негізгі бөлшектері. Кереге киіз үйдің негізгі қаңқасы болып есептеледі. Ол талдан, қайыңнан жасалады. Жақсы. Енді киіз үйді балдар біз не үшін пайдаланған екен айтамыз? Көшіп қонуға ыңғайлы. Және қыстың күні жылы, жаздың күні салқын болады екен. Дұрыс. Киіз үйдің қаңқасы кереге, оқтар, шаңырақ және сықырлауықтан тұрады екен, содан құралған екен. Жақсы. Киіз үйдің түрлері көп екен. Олар қандай болып келеді екен? 3 қанатты қара үй дейді, 4 қанатты қоңыр үй дейді, 5 қанатты боз үй және 30 қанатты киіз үйге дейін бар екен. Сұрақтар жаңбыры дейді. Енді осы мәтін оқыған мәтін бойынша біз алдымыздағы параққа сұрақтар жазамыз. Сұрақтар жаңбыры. Сұрақтарды жазып, басқа оқушыларға бақтырамыз. Бірінші сұрағымыз жазылайық мәтін бойынша. Астындағы сұрақтарды жазуға болады. Осы мәтін бойынша қандай сұрақ жазамыз? Жазыңдар. Маңырайды. Söyleyemez. Fakat 3-4 sene kaybediyor. Nasıl bir şey bunu dedim. Al енді бұл біздің тапсырмамызды автор орындырады арқылы мұндай. Құрылыс алаңында көп қабатты тұрғын үйлер салынып жатыр. Сәулетші мен құрылысшы сызбаны табуға тұр. Жүк көліктері құрылыс материалдарын жеткізіп қойған. Бірінші салынған
салынған үй біткен қалған екі үйдің қабырғалары қаланып жатыр. Мұнара краны тынбай жұмыс жасауда. Неде? Жақсы, бұл жерде сөйлемнің бірінші сөйлемі қандай еді? Құрылыс алаңында көп қабатты тұрғын үйлер салынып жатыр. Дұрыс, бұл жерде бастауыш бар ма? Сұрақ қойшы. Неге? Тұрғын үйлер. Тұрғын үйлер. Жарайсын. Екінші, сәулетші мен Құрылысшы сызбаны талқылап тұр. дұрыс. Кім? Сәулетші. Жарайсын. Келесі сөйлеміңде Жүк көліктері құрылыс материалдарын жеткізіп тұрған. Неге? бастауыш. Жүк көліктері. Я. Келесі. Бірінші салынған үй біткен. Дұрыс. Бұл жерде бастауыш үй. Жарайсын. Жетінші жаттығуға қарайық. Жетінші жаттығуда суретке қара. Сурет бойынша әңгіме құрамдас. Жазған сөйлемдерінен бастауышты тап дейді. Ал енді кітапты алып, осы сурет бойынша сөйлем құрастырайық. Бастаймыз. Кітаптерді көрсеңіз. Арыстан атады, жылқы кісілейді, сиыр мөңірейді, қой маңырайды, бота бозайды. Ал жақсы, жарайсыңдар, қалғандарын дұрыс жазған шығарсыңдар, иә? Ал енді үйге тапсырма алайық, балалар. Үйге тапсырма 8-ші жаттығуды көркем етіп көшіріп жазып келеміз. Және бастауыштың ережесін жаттап келеміз. Түсінікті ме? Ал бүгінгі сабаққа барлықтарыңыз жақсы қатыстыңдар. Гүлсезімге 5, Урманова Гүлсезімге де 5, Аруға 5, Нұрасылға 5, Айсылуға 5 және Ақназымға и Камилаға, Камшатқа, Камилаға 5. Барлықтарына 5. Енді қатыспай отырған оқушылар келесі жол сендер жауап бересіңдер. Енді қазір мына жерге аты жөндеріңді жазып, түсінген түсінбегендеріңді мына жерге апарып жабысыңдар. Жерге жабыстыратындар. Жартылай орындай алмадым, әлде түсінбедім дегендерім нерге, ал мүлдем түсінбедім дегендерім ең соңғысына